Benim ismim Gülnar Mahmudovna dәрігермін, пенсиядамын. Компанияға партнер болғаныма 4-ші майдан болды. Продукцияны ішуді бастағаным спирулинадан бастадым. Давлением 200-100-ға дейін ішкенімде, давлением 175-100-ге түсті. Содан кейін витамин А-ға қостым. Витамин А-ға қостым, ол кезде мен Алматыда едім. 4-ші июньда қостым да, 15-ші июньда Шымкентке келдім. Приемға бардым, медсестра шақырып. Медсестраға барып, маммографиясын өтіп, давлениямды өлшесем, давлением 130-90-ға қыздар. Үш продукцияда. Спирулин, витамин А, Б, да? Витамин А, Б, да. Содан кейін застары каратен қостым. Денеме постоянно бірдеңке бөліп шығатын еді. Күнде саат 9-10 арасында шығады, өз-өзіне қайтып кетеді. Сонда ол жоқ болды менде. Ол паразиттардан деп ойлаймын мен. Өзім дәрігер болғаннан. Содан застары каратенді іштім. Аба біткеннен кейін, застары каратенді ішкеннен кейін жаңағы жоқ болған воспаление тағы да шықты. Сонда ол жаңағы іште жұмыс істейді ғой, соны сыртына шығарып отқан. Ол біткеннен кейін мен одан кейін кардиомарин алдым. Бірақ давлениямды әлде өлшеген жоқ. Энергиям көшті, ұйқым көшті, давлениямды міне 2 ай болды әлде давлениямды өлшеген жоқ. Жасым 66-да қыздар.